сатпайды негізінде. А сол шын достың сипаты қандай? Шын достың сипаты сенімен бірге бильярдқа барған, сенімен бірге футболға барған, сенімен бірге күліп ойнап, чатта бір-біріңе прикол пранк тастап отырған адам емес. Шын дос сенің көзің жоқ жерде сенің намысыңды қорғайтын жігіт. Немесе сенің басыңа бір іс түскен кезде сен қалаған уақытында барып оның көлігін мініп кетіп, қалаған уақытында оның қалтасындағы қаржысын алып кете алатын адам ол дос. Себебі қазақта мал шыққанша, немесе қан шыққанша, жан шыққанша деген бар. Сондықтан біз шын досты жан шыққанша, яғни жан шыққаннан кейін де Алланың алдына барғанда да бір-біріміздің бетімізден, жағамыздан ұстап, бетімізден алмайтын адамды дос екенін білуіміз керек. Өкінішке орай, дос өте аз болады. Мүмкін сенің досың өмірде 2 адам болуы мүмкін, мүмкін 1 адам болуы мүмкін. Бірақ ондаған дос болмайды, жүздеген дос болмайды. Тілектестер болады, жанашырлар болады, белгілі бір өмірдің жолында, толқынында саған көмектесетін адамдар болады. Бірақ оларға кейде дос деген сөзді қолданғандықтан, ол өзіміз алданамыз да достың көтере алмайтын жүгін арқалатып жібереміз. Сөйтіп, орта жолда ол көтере алмай жатса, досым мені сатып кетті